Өнімнің өмірлік циклі және бизнес жоспарлау. Өнімнің өмірлік циклі және бизнес жоспарлау кірісіп. Өнімнің өмірлік циклі және бизнес жоспарлау тақырыбы бизнестің стратегиялық дамуын түсінуге және нарықтағы өнімнің орнын анықтауға көмектеседі. Әрбір өнім белгілі бір өмірлік цикл кезеңдерінен өтеді. Бұл кезеңдерге байланысты бизнестің стратегиясы да өзгеріп отыруы қажет. Осы лекцияда біз өнімнің өмірлік циклін, оның негізгі кезеңдерін және осы кезеңдерге байланысты бизнес жоспарлаудың маңызды аспектілерін қарастырамыз. 1. Өнімнің өмірлік циклі дегеніміз не? Өнімнің өмірлік циклі өтс. Бұл өнімнің нарықта пайда болуынан бастап, оның өндірісінің тоқтатылуына дейінгі уақыт аралығын қамтитын процесс. Әрбір өнім өз өмірлік циклінің кезеңдерінен өтеді, және әр кезеңде өнімнің сатылымы, сұранысы, нарықтағы орны мен кірісі өзгереді. Өнімнің өмірлік циклінің негізгі кезеңдері. 1. Өнімді енгізу кезеңі, өнім жаңа нарыққа енген кезең. Бұл уақытта өнім туралы ақпарат аз болады, сұраныс та төмен. Стратегиялар, инновациялық маркетинг, жарнамалық кампанияларды күшейту, өнімнің артықшылықтарын тұтынушыларға жеткізу. Мақсат өнім туралы ақпарат тарату, тұтынушыларды қызықтыру. 2. Өсу кезеңі, нарықта өнімге деген сұраныс артады, сатылым өсе бастайды. Стратегиялар, өнімнің нарықтағы үлесін көбейту, жаңа нарық сегменттерін игеру. Мақсат бәсекелестікті арттыру және нарықтағы позицияны нығайту. Піскендік кезеңі, өнімнің сұранысы ең жоғары деңгейге жеткен, нарықта тұрақты орын алған кезең. Бірақ бәсекелестік тек күшейеді. Стратегиялар, баға стратегиясын өзгерту, тұтынушылардың сенімін сақтау, өнімді жаңарту. Мақсат нарықтағы позицияны ұстап тұру және табысты сақтау. 4. Құлдырау кезеңі, нарықтағы өнімге деген сұраныс төмендейді. Жаңа технологиялар мен өнімдер ескі өнімді нарықтан ығыстырады. Стратегиялар, өнімді қайта жаңарту немесе өндірісті тоқтату, шығындарды азайту. Мақсат қалдық ресурстарды оңтайлы пайдалану және шығу стратегиясын дайындау. 2. Бизнес жоспарлау және оның маңыздылығы. Бизнес жоспар компанияның мақсаттары мен сол мақсаттарға жету жолдарын сипаттайтын құжат. Бизнес жоспарлау – бұл өнімнің өмірлік циклінің әр кезеңінде компанияның тұрақты дамуын қамтамасыз ететін құрал. Бизнес жоспардың негізгі бөлімдері. 1. Компанияның миссиясы және мақсат. Компанияның нарықта қандай міндет атқаратынын және алдағы жылдарда қандай мақсаттарға қол жеткізу қажет екенін анықтайды. 2. Нарықтық талдау – нарықтағы сұраныс пен бәсекелестерді талдау. Бұл бөлім өнімнің өмірлік цикліне байланысты нарықтық тенденцияларды түсінуге көмектеседі. Маркетингтік стратегиялар – өнімнің нарықта дамуына арналған маркетингтік кампаниялар. Нарықтың қажеттіліктеріне сәйкес өнімнің бағасын, дистрибуциясын және жарнамасын реттеу. 4. Өндіріс жоспар – өнімді өндірудің тиімді тәсілдері және өндірістік қуаттылықтарды реттеу. 5. Қаржылық жоспарлау – қаржы ресурстарын жоспарлау, шығындарды болжау және табыс пен шығындарды реттеу. 6. Тәуекелдерді басқару – әр түрлі тәуекелдерге дайын болу және оларды басқарудың нақты стратегияларын әзірлеу. Бизнес жоспарлауда өтс рөлін қолдану, әрбір өнімнің өмірлік циклінің кезеңінде бизнес жоспар жаңартылып, нарықтық өзгерістерге жауап беруі керек. Мысалы, өнімнің өсу кезеңінде маркетингтік шығындар артып, өндіріс қуаттылығы кеңейтілуі мүмкін, ал құлдырау кезеңінде өндірісті тоқтату, немесе өнімді нарықтан шығару жоспарлануы мүмкін. Өнімнің өмірлік циклі мен бизнес жоспарлауды біріктіру. Енгізу кезеңі жоғары маркетингтік шығындарды қажет етеді, бірақ сатылым баяу. Сондықтан қаржылық жоспарлау мен нарыққа кіру стратегиясы маңызды. Өсу кезеңі өндіріс пен тарату көлемін арттыру қажет. Маркетингтік шығындар өсіп, кірісі арта түседі. Піскендік кезеңі өнімді жаңартуды қарастыру, өнімді қайта позициялау, бәсекелестікке қарсы тиімді стратегиялар құру маңызды. Қорытынды, өнімнің өмірлік циклі мен бизнес жоспарлау кез келген бизнестің сәтті дамуы үшін маңызды құралдар болып табылады. Әрбір кезеңде тиімді стратегияларды қолдану арқылы компания ұзақ мерзімді жетістіктерге қол жеткізе алады. Өмірлік циклді дұрыс түсініп, оған сәйкес жоспарлау компанияға нарықтағы орнын нығайтуға және тұрақты дамуды қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. Негізгі түйіндем. Өнімнің өмірлік циклі әр кезеңде әр түрлі стратегияларды талап етеді. Бизнес жоспарлау компанияның мақсаттары мен өнімнің дамуы үшін маңызды құрал. Стратегияларды цикл кезеңдеріне бейімдеу бизнестің сәтті дамуының кілті. Өнімнің өмірлік циклі дегеніміз тауарды тұтынушыларға оны сөрелерден шығарғанға дейін енгізу уақытының ұзақтығын білдіреді. Өнімнің өмірлік циклі 4 кезеңге бөлінеді: енгізу, өсу, жетілу және құлдырау. Бұл тұжырымдаманы менеджмент және маркетинг мамандары жарнаманы көбейту, бағаны төмендету, жаңа нарықтарға кеңейту,
немесе орауыштарды қайта құру орынды болған кезде шешуші фактор ретінде пайдаланады. Өнімді үздіксіз қолдау және қолдау тәсілдерін стратегиялау процесі өнімнің өмірлік циклін басқару деп аталады. Негізгі өнімдер. Өнімнің өмірлік циклі дегеніміз өнімнің нарыққа шыққаннан бастап сөрелерден шығарылғанға дейінгі уақыт. Өнімнің өмірлік циклында 4 кезең бар: енгізу, өсу, жетілу және құлдырау. Өнімнің өмірлік циклі тұжырымдамасы баға белгілеу мен жылжытудан кеңейтуге, немесе шығындарды қысқартуға дейінгі іскери шешімдерді қабылдауға көмектеседі. Жаңа сәтті өнімдер ересектерді нарықтан ығыстырады. Өнімнің өмірлік циклдары қалай жұмыс істейді? Өнімдер адамдар сияқты өмірлік циклдарға ие. Өнім идеядан басталады, ал қазіргі заманғы бизнестің шеңберінде ол ғылыми зерттеу және тәжірибелі конструкторлық жұмыстардан ғұсткіш өтпейінше және мүмкін және пайдалы болуы мүмкін деп табылғанша одан әрі қарай жүре бермейді. Сол кезде өнім өндіріледі, сатылады және прокатқа шығарылады. Жоғарыда айтылғандай, өнімнің өмірлік циклінде жалпы қабылданған 4 кезең бар: енгізу, өсу, жетілу және құлдырау. Кіріспе бұл кезең әдетте жарнамаға қомақты инвестицияларды және тұтынушыларды тауар және оның артықшылықтары туралы хабардар етуге бағытталған маркетингтік науқанды қамтиды. Өсу, егер өнім сәтті болса, онда ол өсу кезеңіне өтеді. Бұл сұраныстың өсуімен, өндіріс көлемінің ұлғаюымен және оның қол жетімділігінің кеңеюімен сипатталады. Өтеу мерзімі бұл ең тиімді кезең, ал өндіріс пен маркетинг шығындары төмендейді. Құлдырау өнім бәсекелестікті күшейтеді, өйткені басқа компаниялар оның жетістігіне еліктейді, өйткені кейде жақсартумен немесе бағаны төмендетеді. Өнім нарықтағы үлесін жоғалтып, құлдырауы басталуы мүмкін. Өнім нарыққа сәтті енгізілген кезде сұраныс артады, сондықтан оның танымалдығы артады. Бұл жаңа өнімдер ересектерді нарықтан ығыстырып, оларды тиімді түрде ауыстырады. Жаңа өнім өскен сайын компаниялар өздерінің маркетингтік әрекеттерін тежеуге бейім. Себебі өнімді өндіруге және сатуға кететін шығындар төмендейді. Өнімге деген сұраныс азайған кезде оны нарықтан толығымен алып тастауға болады. Маңызды. Жаңа өнімді түсіндіру қажет болса, жетілген өнімді саралау қажет. Өнімнің өмірлік циклінің сатысы оны тұтынушыларға өткізу тәсіліне әсер етеді. Жаңа өнімді түсіндіру керек, ал жетілген өнімді бәсекелестерінен ажырату керек. Ерекше мәселелер. Барлық 4 сатыда жақсы жұмыс істейтін компаниялар кірістерін барынша арттыра алады. Мүмкіндігі жоқтар маркетинг пен өндіріс шығындарының жоғарылауын сезінуі мүмкін, нәтижесінде олардың өнімдерінің сақтау мерзімі шектеулі болады. Сонау 1965 жылы маркетинг профессоры Теодор Левит Гарвард бизнес ревьюсінде инноватор ең көп ұтылған деп жазды, өйткені көптеген жаңа өнімдер олардың өмірлік циклінің бірінші кезеңінде кіріспе сатысында істен шығады. Сәтсіздік ғылыми зерттеу, тәжірибелі конструкторлық жұмыстарға қомақты ақша мен уақытты салғаннан кейін ғана пайда болады. Бұл факт деп жазды ол, көптеген компанияларға тіпті жаңа нәрсені сынап көруге мүмкіндік бермейді. Керісінше, олар басқа біреудің жетістікке жетуін күтеді, содан кейін сәттілікті клондайды дейді ол. Өнімнің өмірлік циклдарының мысалдар. Американдық белгішелер болған көптеген брендтер азайып қайтыс болды. Өнімнің өмірлік циклдарын жақсы басқару олардың бір бөлігін үнемдеуі мүмкін, немесе олардың уақыты жаңа келген болады. Кейбір мысалдар. Goldstone 1897 жылы автомобильдер шығара бастады, бірақ 2004 жылы оның маркасы жойылды. Оның бұлшықет автомобильдерінің газды бейнесі өзінің тартымдылығын жоғалтты деп шешті UBC. 700 дүкендері Американың кез келген кішігірім қалалар мен қалаларында 1997 жылы дүкендерін жапқанға дейін болған. Бұл Двиг және басқа ірі дүкендердің дәуірі. Фигут кітап дүкендері желісі 2011 жылы жабылды. Интернет дәуірінде өмір сүре алмады. Қалыптасқан және әлі де дамып келе жатқан салаға сілтеме жасау үшін теледидар бағдарламаларын тарату өнімнің өмірлік циклінің барлық кезеңдерінде байланысты өнімдерге ие. 2019 жылдан бастап жалпақ экранды теледидарлар жетілу сатысында, сұраныс бойынша бағдарламалау өсу сатысында, дискілері азаюда, бейнекассета жойылған. Жер бетіндегі ең сәтті өнімдердің көпшілігі жетілдірілген сатысында, мүмкіндігінше ұзақ уақытқа тоқтатылып, олардың саралану үшін кішігірім жаңартулар мен қайта өңдеулерден өтеді. Мысал ретінде, VTO компьютерлері мен UDIBO құрылғылар, IMF-тің ең көп сатылатын жүк көліктері және кафесі жатады. Олардың барлығы маркетингтік күш-жігермен бірге аздап өзгеріске ұшырайды. Тұтынушылар алдында оларды ерекше және ерекше сезіну үшін жасалған. Өнеркәсіптің өмірлік циклі дегеніміз не? Өнеркәсіптің өмірлік циклі салада, немесе бизнестің әр фазада әдетте көрсетілетін іскерлік сипаттамаларға негізделген 4 кезең бойынша эволюциясын білдіреді. Өнеркәсіптің өмірлік циклінің 4 фазасы: енгізу, өсу, жетілу және құлдырау кезеңдер.
Өнеркәсіп нарықтың көлеміне, өнімнің сипаттамаларына және негізгі бәсекелестеріне қатысты айтарлықтай белгісіздікпен жаңа өнімдер дамыған кезде туады. Консолидация мен сәтсіздік қалыптасқан индустрияны дамытады, ал қалған бәсекелестер өсу баяулап, ақыр соңында сұраныс азайған сайын шығындарды азайтады. Негізгі өнімде өнеркәсіптің өмірлік циклінің 4 фазасы: енгізу, өсу, жетілу және құлдырау фазалары. Өнеркәсіптің өмірлік циклі құлдырау кезеңімен аяқталады. Бұл сала немесе бизнес өсімді қолдай алмайтын кезең. Өнеркәсіптің өмірлік циклін түсіну. Өнеркәсіптің өмірлік циклінің әртүрлі кезеңдеріне арналған әмбебап анықтама жоқ. Бірақ әдетте оны енгізу, өсу, жетілу және құлдырау түрінде ұйымдастыруға болады. Әр фазаның салыстырмалы ұзындығы салалар арасында да айтарлықтай өзгеруі мүмкін. Стандартты модель әдетте өндірілген тауарлармен айналысады, бірақ қазіргі қызмет көрсету экономикасы басқаша жұмыс істей алады. Әсіресе интернет коммуникация технологиясы саласын. Өнеркәсіптің өмірлік циклінің фазалары. Кіріспе кезеңі кіріспе немесе стартап кезеңі жаңа өнімді немесе қызметті сатуды және ерте сатуды көздейді. Инноваторлар көбінесе жаңа ұсыныстарды өндіруге және көбейтуге мүмкіндік беретін жаңа бизнес жасайды. Өнімдер мен саланың қатысушылары туралы ақпарат көбінесе шектеулі, сондықтан сұраныс түсініксіз болады. Тауарлар мен қызметтерді тұтынушылар олар туралы көбірек білуі керек, ал жаңа провайдерлер ұсынысты дамытып, жетілдіріп жатыр. Өнеркәсіп осы кезеңде өте бөлшектенуге бейім. Қатысушылар пайдасыз болып келеді, өйткені кірістер әлі де аз болған кезде ұсыныстарды әзірлеуге және сатуға шығындар кетеді. Өсу кезең. Жаңа индустрияның тұтынушылары жаңа ұсыныстың құнын түсінді және сұраныс тез өсуде. Бірнеше маңызды ойыншылар әдетте айқын көрінеді, және олар жаңа нарықтың үлесін құру үшін бәсекелеседі. Шұғыл пайда әдетте бірінші кезектегі міндет болып табылмайды, өйткені компаниялар зерттеулер мен әзірлемелерге немесе маркетингке ақша жұмсайды. Бизнес процестер жетілдіріліп, географиялық кеңейту жиі кездеседі. Жаңа өнім өміршеңдігін көрсеткеннен кейін іргелес салалардағы ірі компаниялар сатып алу немесе ішкі даму арқылы нарыққа шығуға бейім. Жетілу кезең. Жетілу кезеңі сілкініс кезеңінен басталады, оның барысында өсу баяулайды, фокус шығындарды азайтуға бағытталады және шоғырлану пайда болады. Кейбір фирмалар кішігірім бәсекелестердің тұрақтылығына кедергі келтіріп, ауқымды үнемдеуге қол жеткізеді. Кемелдікке жету арқылы кіруге кедергілер жоғарылайды, ал бәсекелестік ландшафт айқынырақ болады. Нарықтық үлес, ақша ағыны және рентабелділік өсу онша маңызды емес болғандықтан, қалған компаниялардың басты мақсаттарына айналады. Консолидация кезінде өнімнің дифференциациясы төмендеген сайын баға бәсекелестігі өзекті бола түседі. Қабылдамау кезең. Төмендеу кезеңі саланың өсуді қолдау қабілетінің аяқталуын білдіреді. Ескіру және дамып келе жатқан соңғы нарықтар сұранысқа кері әсер етіп, кірістердің төмендеуіне әкеледі. Бұл маржалық қысым жасайды, әлсіз бәсекелестерді өндірістен шығаруға мәжбүр етеді. Әрі қарай консолидация жалпыға ортақ болып табылады, өйткені қатысушылар синергияны іздейді және ауқымнан әрі қарайғы жетістіктерге жетеді. Төмендеу қазіргі кезде жұмыс істеп тұрған бизнес модель үшін өміршеңдіктің аяқталуын білдіреді. Бұл сала қатысушыларын іргелес нарықтарға итермелейді. Төмендеу кезеңі өнімді кеңейту немесе қайта құру арқылы кешіктірілуі мүмкін, бірақ бұл сол процесті ұзартуға бейім. Өнімнің өмірлік циклін басқару. Тей, 22 апрель. 2021 өнімнің өмірлік циклін басқару. Тей дегеніміздің. Өнімнің өмірлік циклін басқару. Тей тауарды өңдеуді білдіреді, өйткені ол өнімнің өмірінің типтік кезеңдерінде жүреді: даму және енгізу, өсу, жетілу, тұрақтылық және құлдыра. Бұл өңдеу тауарды өндіруді де, оны сатуды да қамтиды. Өнімнің өмірлік циклі тұжырымдамасы баға белгілеу мен жылжытудан кеңейтуге, немесе шығындарды қысқартуға дейінгі іскерлік шешімдерді қабылдауға көмектеседі. Өнімнің өмірлік циклін басқаруды түсіну. Өнімнің өмірлік циклін тиімді басқару көптеген компанияларды, бөлімдерді және қызметкерлерді біріктіріп, олардың қызметін оңтайландырады, бәсекелестерінен асып түсетін, жоғары рентабелді және тұтынушының қалауы бойынша ұзақ уақыт жұмыс істейтін өнімді шығар. Технологияға рұқсат. Бұл тек қана заң жобасын орнатудан асып түседі. Жүйелері ұйымдарға жаңа өнімдерді шығарудың күрделілігі мен инженерлік міндеттерін шешуге көмектеседі. Оларды өндірістік корпорацияның ақпараттық технологиялар құрылымының 4 негізінің бірі деп санауға болады. Қалғандар клиенттермен байланысты басқару, тұтынушылармен қарым-қатынасты басқару, немесе вайн, олардың жеткізушілермен қарым-қатынасы, жабдықтау тізбегін басқару, немесе ғізін, және олардың ресурстары кәсіпорын ішінде, кәсіпорын ресурстарын жоспарлау, немесе ве. Маңызды тауарды өндіруді де, оны сатуды да қамтиды. Өнімнің өмірлік циклінің қай сатысында тұрғанын анықтау оның қалай сатылатындығын анықтайды.
Мысалы, жаңа өнімді енгізу кезеңінде түсіндіру керек, ал жетілген өнімді саралау қажет. Тәй өнімнің неғұрлым іргелі элементтеріне әсер етуі мүмкін. Піскеннен кейін де өнім өсе алады, әсіресе егер ол жаңартылса, немесе қандай да бір жолмен көбейтілсін. Өнімнің өмірлік циклін басқарудың артықшылықтары: өнімнің өмірлік циклін басқарудың өнімнің тезірек нарыққа шығу, жоғары сапалы өнімді нарыққа шығару, өнімнің қауіпсіздігін жақсарту, сату мүмкіндіктерін арттыру, қателіктер мен ысыраптарды азайту сияқты көптеген артықшылықтары бар. Арнайы компьютерлік бағдарламалық жасақтама құжат айналымы, дизайн интеграциясы және процестерді басқару сияқты функциялар арқылы ге көмектесу үшін қолжетімді. Басқа артықшылықтарға мыналар жатады. Өнімнің сапасы мен сенімділігі жақсарды. Прототиптік шығындардың төмендеуі. Баға ұсыныстарын дәлірек және уақытылы сұрату, жеткізушілердің өтініштері. Сату мүмкіндіктері мен кірістерге жылдам салымдарды анықтау. Бастапқы деректерді қайта пайдалану арқылы үнемдеу. Өнімді оңтайландыруға арналған негіз қалдықта азайды. Маусымдық ауытқуларды басқаруды жақсарту мүмкіндігі жетілдірілді. Материалдық шығындарды азайту үшін болжам жақсартылды. Жеткізілім тізбегіндегі ынтымақтастық. Өнімнің өмірлік циклін басқару тарихы. Өмір сүру кезеңдері бар өнім туралы түсінік және оларды басқару қажеттілігі 1931 жылы пайда болды. 1957 жылы жарнамалық агенттік Sainz компаниясының қызметкері тауарлардың 5 сатылы өмірлік циклін теориямен негіздеді. Енгізу кезеңімен бірге өсу және жетілу арқылы көтеріліп, соңында қанықтылық пен құлдырауға соқтырады. Сайып келгенде, нарыққа бірінші кезекте жаңа өнімдерді шығарудың артықшылығын барынша арттыруға ұмтылатын өндіріс және маркетинг құралы ретінде дамыды. Заманауи теңдің алғашқы тіркелген бағдарламаларының 1985 жылы компаниясында пайда болды. 1985 жылы ірі бәсекелестерімен жақсы бәсекелес болу үшін өнімді дамыту процесін жылдамдатудың жолын іздедім. Олардың бюджеті жетіспейтіндіктен шешім қабылдады. Өнімнің ең жақсы өнімдерінің, әсіресе джиптердің өмір сүру циклін күшейтуге баса назар аударың. Осы стратегияны басшылыққа ала отырып, өзінің заманауи спорттық коммуналдық көлік нарығын шығарған өзінің ықшам автокөлігін ұсынғаннан кейін, жаңа моделін жасауға кірісті. Ол ретінде шықты. Негізгі өнімде. Өнімнің өмірлік циклін басқару. Дегеніміз, бұл тауарды пайдалану мерзімі, ол өмір сүру кезеңінің әдеттегі кезеңдерінде жүреді: даму, енгізу, өсу, жетілу және құлдыра. Тауарды өндіруді де, оны маркетингті де қамтиды. Дің негізгі артықшылықтары: өнімнің даму мерзімдерін қысқарту, өндіріс күштерін қашан көтеру немесе азайту керектігін және маркетингтік күш-жігерді қалай бағыттау керектігін білуден тұрады. Өнімді тезірек дамытуға деген ұмтылыстың бірінші бөлігі инженерлердің өнімділігін арттыратын компьютерлік дизайн бағдарламалық жасақтамасы болды. Бұл күш-жігердің екінші бөлігі жаңа байланыс жүйесі болды. Ол қақтығыстарды тезірек шешуге мүмкіндік берді. Сонымен бірге, барлық сызбалар мен құжаттар орталық мәліметтер базасында болғандықтан қымбат инженерлік өзгерістерді қысқарды. Өнім туралы деректерді басқарудың тиімділігі соншалық, сатып алғаннан кейін, жүйе бүкіл кәсіпорында өнімді жобалаумен және құрастырумен айналысатындардың барлығын біріктіре отырып кеңейе түсті. Технологиясын қолдана отырып, 1990 жылдардың ортасына қарай автомобиль өнеркәсібінің ең арзан өндірушісі бола алды.